Сәлеметсіздер ме? Бүгін 5 минутта пісетін пицца дайындаймыз. Ұнға жылы сүтімізді құйып, дрожжи, тұз және зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырып, нан илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қызанағымызды осылай үстінен кескін жасап, үстіне қайнаған су құйып, 15 минутке қойып қоямыз. Содан кейін қабығын ашып, турап блендермен езіп аламыз. Бұл бізде итальяндық соус. Осы соус бізге пиццериядағыдай дәм береді. Сковородкаға май құйып, чесногымызды жақсылап қуырып, үстіне блендерден өткен қызанағымызды салып, тұз және орегanoны қосып, жақсылап қоюланғанша қуырып аламыз. Осы қамырдан 2 пицца шығады. 2-ге бөліп, жақсылап илеп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Суыған соусымызды үстіне жағып шығамыз. 2 сыр қолданатын боламыз. Ең алдымен твердый сыр сеуіп, үстіне қызанақтар қойып және моцарелланы теркадан өткізбей кесіп, үстіне қойып шығамыз. Екінші пиццаның салмасына мен піскен тауық етін қойып шықтым. Және моцарелла сырын теркадан өткізбей, үстіне жай ғана қойып шықтым. 200 градус қызып тұрған пеште 5 және 7 минут аралығында пісіріп аламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.